Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ләйләгүл. Бүгін біз сіздермен пиццаның қамырын дайындап үйренетін боламыз. Өте жұмсақ, нәзік және де бір жасағаннан шығатын пиццаның қамырын менімен бірге дайындап көріңіздер. Дәл осы пиццаның қамырынан келесі видео сабақта осы пиццалардың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Сондықтан, егер де каналға тіркелмеген болсаңыздар, қазірден бастап каналға тіркеліп, алдағы видео рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңыраужаның белгісін басып қоюларыңызды сұраймын. Ең алдымен қажетті заттарын дайындап аламыз. Ашытқымызға қантымызды, тұзымызды және де зәйтүн майын қосамыз. Енді жылы суымызды және де жылы сүтімізді қосамыз. Бізде температурасы жылы болуы керек, қатты ыстық емес, қатты салқында емес, орташа температурадағы жылы ингредиенттерді қосамыз. Енді електен өткізілген ұнымызды барлығын қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз жұмсақ, қолымызға жабысқақ болып тұрады. Дәл солай жұмсақ қамыр илейсіздер. Ұнды көп қоспайсыздар, себебі ұнды көп қоссаңыздар қамырларыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Сондықтан видеоның астында описание бөліміне жазылған ингредиенттерді өлшеп қосасыздар. Артық ұн қоспаймыз. Дәл осылай қолымызға жабыспайтындай осылай қамыр пайда болады. Енді осы қамырымыздың үстіне кішкене сұйық май қосып жүрсеңіздер болады. Осылай сұйық майды қосып жүретін болсаңыздар, сіздердің қамырларыңыз одан да нәзік, одан да биік көтерілетін болады. Сондықтан осылай бір басып біздің қамырымызды жылы жерге бетін жауып ашытуға қалдырамыз. 20 минут немесе жарты сағат көлемінде қамырларыңыз осылай үлкен болып ашиды. Ашығаннан кейін осылай бір басып қоясыздар, қайтып ашытуға қоямыз. Енді екінші рет ашытқан қамырымызды дәл осылай ыдысымыздан түсіріп аламыз. Біздің қамырымыз өте нәзік болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай біздің ыдысымызда барлығы тап-таза болып қамырымыз бір келкі алынатын болады. Енді осы қамырларымызды өлшеп бөлетін боламыз. Мен бұл жерде сіздерге 6 пиццаға арналған қамырды көрсетіп жатырмын. Осылай мен көп жағдайда көбірек илеп, морозильникке сақтап қоятын боламын. Керек уақытта шығарып, балаларыма пісіріп бере қоямын. Осылай жасап қойсам, уақытымды да үнемдейтін боламын. Егер де сіздерге бұл 6 қамыр көп болатын болса, онда астындағы ингредиенттердің жартысын қолдансаңыздар болады. Сонда сіздерде 3 пиццаның қамыры шығады. Келесі видео сабақтарда мен сіздерге сол 3 пиццаның жасалу жолын көрсететін боламын. Осы 4 қамырды алып қалдым, 2 қамырды мұздатқышқа қатырып қоюға жіберетін боламын. Менде әрқайсысы 280 граммнан осылай 6 қамыр шықты. Енді қамырларымызды бетін жауып 15 минутқа көтерілгенге қойып қоямыз. 15 минуттан кейін біздің қамырымыз дайын болады. Қолымызбен жайып, жұмысымызды жасай берсек болады. Бұл қамырдың жасалу жолы өте оңай, ешқандай аппарат дайындамайсыз, барлық заттарды салып, қамырыңызды илей бересіз. Сондықтан дәл осы рецептпен дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Келесі видео сабақта осы 3 пиццаны дайындап көретін боламыз.